Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге мархабат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа сгущенканы және де жұмыртқаны қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң разрыхлитель және де илегіштен өткізілген ұнды екіге бөліп салып, қайтадан венчикпен араластырамыз. Оның барлығын бірден салмаңыз, екі бөліп салыңыз, себебі дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз дайын, осындай сұйықтықта болып шығады. Енді пергамент қағазын осындай кольцо, менде диаметрі 22, соған 2-3 ас қасық қамырымызды салып жайып шығамыз. Міндетті түрде пергамент қағазы фрикен боктікін сіздерге кеңес беремін, ол жабыспайды. Ақалған пергамент қағаздары жабысады. Немесе многоразовыйды қолдануға болады. 180 градуста қыздырылған пешке шамамен 7-8 минутқа қоямыз. Енді креміне кірісейік. Салқын 8 сағат міндетті тұрған сливкеге 33-35% аралығындағы креметті және де қант ұнтағын қосып, жақсылап тұрып миксерлікпен ұзақ 5 минуттан астам миксерлейміз. Бізде осындай қою крем пайда болады. Сгущенканы қос жүрсеңіз де болады кремге. Енді коржды жинаймыз. Мен осындай кольцоның ішіне жинаймын. 12 корж шықты. Енді әрқайсына 1-2 ас қасық крем салып, осылай тортымыз жинаймыз. Және пропиткада жасауға болады. Сгущенкаға аз ғана су қосып, соны әр коржға сеуіп шықсаңыз, өте сочный болып шығады. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, сіздің торттарыңыз биік, әрі корждарыңыз бір қалыпты болып шығады. Жұп-жұқа етіп. Енді кольцоны алып тастап, тоңазытқышта шамамен 4-5 сағат ұстасаңыз да болады, немесе мен сияқты бірден жандарына жағып шықсаңыздар да болады. Егер қонақтыққа болса, міндетті түрде 4-5 сағат тоңазытқышқа жасап, содан кейін барып әрлеуге көшесіздер. Жандарына патек жасадым. Өздеріңіз қалағандай кез келген әсемдеуге болады. Және де осы шоколадпен осы люблю деген жазуды жаздым. Жасап көріңіздер, егер ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің парақшама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, және де жоғарыдағы уведомленияны басыңыздар. Жаңа видео шығарғанда сізге SMS болып барады. Сіздермен бірге болған мархабат.